Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар, әлбетте енді осы кездесуімізден аяқ жағында прямой эфирден шыққаннан кейін мен сіздерге бір сұрақтар қойып жатармын, өміріңізге маңызды болған. Бірақ одан бұрын мен бір айтып келген бір дүниелерді айтайын. Бүгін жұмаға қатысқан шығарсыздар. Жұмада бір әдемі бір аят оқылды. Сол аятты біздің осы рухани сапарымызда айтпақшы болған тақырыптарымыздың бірі еді. Бірақ енді соны сол ортасындағы тақырыпты алға шығарайық. Өйткені бүгін сол жұмада айтылған тақырып болғаннан кейін соны әрмен қарай өрбіткім келгеннен. Алла табарака ва тағала Құран-ы Кәримде Хадж сүресінің 11-ші аятында адамдар туралы айтады. Бір адамдар бар. Даусым естіліп жатыр, бір адамдар бар. Аллаға құлшылық еткен кезінде екі ойлы дәрежеде құлшылық етеді дейді. Екі ойлы болып құлшылық етеді екен да. Егер оған Алла тағала сол ойына жараса жақсылық берсе, Құдай маған жақсылық берді, бұл жақсы дін деп айтады екен. Ал егер Алла тағала сол ұстанып жатқан дінінің арқасында оны сынаса, немесе ол дінге қатысы жоқ, өмірде бір басқа сынақтарға душар болып, бір қиыншылыққа жетіп қалса, қашып шығып кетіп қалады екен. Соны айтады Алла тағала. Бұл адам дүниесінде, ақыретінде жоғалтқан адам дейді. Өйткені енді ақыры жолы болмады дүниеде, ой, жолым болмады, мен намаз оқып едім, жолым болмай қалды деп, енді намазында тастап кетсе, енді ақыретінде құртады да ол. Ақыры дүниесінен айырылды. Ғалымдарымыз бұл сөздің тәпсірін былай деп айтады. Оны кеңітейікші сәл. Бұл аяттың тәпсіршілер екі адамға түскен деп айтады. Екі мағынаны айтады. Біреуі 200 адам дейді. 200 адам. Енді ол мұнафық адам ғой. Бірақ негізі көп тәпсіршілер пайғамбарымыздың заманында Медина қаласына пайғамбарымыз орнығып, күш қуаты жақсы болған кезінде адамдар делегация болып келіп, өзінің дінін ұстанады екен да, дінін ұсынады екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Сол сырттан келген делегацияның біреуі, соны даладан көшіп кеп пайғамбарымызға мен дінді қабылдадым дейді екен да. Сол дінді қабылдағаннан кейін Алла тағала келіншегіне ұл сыйлап, малына төлдер сыйлап, мал жаны бәрі көбейіп, күшейіп, рахаттанып кеткенде, бұл дін жақсы дін деп айтады екен ше. Ал енді бір адамды сынап, сол дінді қабылдағаннан кейін жаңағыдегі әйелі қыз туып, малы өспей, өрістен қайтпай, нашарлап, жағдай нашарлап кетсе, дінді тастап кетеді екен. Бұл болмағырды, бұл жаман дін деп тастайды екен. Осыларға арнап түскен деп айтады. Тағы да осының мағынасын ашайықшы. Яғни кейбір адамдар бар да, мен байқаймын, намаз оқымай жүргенде жағдайы бар болады. Фирмасы жұмыс істеп тұрады, астында джипі болады, анау тұрады да, қашан намазға жығылады, джипі болмай қалды, қарызға кіріп кетті, фирмасы жүрмей қалды. Мысалы, мүмкін ол арақ-шарап сататын дүкені бар шығар да, бірақ енді ол намаз оқығасын арақ-шарапқа болмайды ғой. Сосын ол дүкенін, арақ-шарабын алып тастап, басқа нәрсе сатайын десе, дүкені жүрмей қалады да. Жаңағыдай араққа келетін адамдары келмей қалады. Сөйтеді екен да, осындай сынақ көріп жатқан адамдарды байқағанмын. Мен біздің ауылда жанында жүрген біраз адамдардан да осындай байқағанмын. Мысалы, жақсы жағдайлы жүреді да, намазға жығылған күні жағдай нашарлап кетеді. Кейде айтады да сол жігіттер, есіме түсті да, сол жігіттер айтады, кейде шайтан азғарады дейді да, сен намаз оқымай тұрғаныңда бұдан бай едің. Ал енді сен намаз оқыдың, ал не болды ал жағдайың? Ал Құдай дегенің осы ма? Құдай сенің дұғаларын қабыл қылып тұрған еді ғой, кәні? Дегенде сынайды екен да. Алла тағала Әнбия сүресінің 35-ші аятында
біз сіздерді жақсылықпенен жамандықпенен сынаймыз деген аят бар. Яғни Алла тағала бізге жақсылық беріп те, жамандық беріп те сынайды. Соның ішінде осы сынақтар туралы айтпай тұрып, мен жаңа тақырыпты бір қозғағым келген нәрсе, сол шайтанның айтқанына кейбіреулер еріп кетеді ғой. Сөйтіп, қайтадан арағын сатып кетеді. Ал енді ойлаңызшы, өзі дүниесінен айырылып тұрған еді, Алла тағала оған ақыретінің бір жемісін беріп жатқан еді. Сол ақыретінің жемісіне қысылып, әлгі адам ана дүние жағынан сыналып атқан еді да, оны да дүниесі де болмай тұрған еді, енді ақыретінде тастайды да, енді қайда барады ол адам? Айтыңызшы, дүниесі жоқ, ақыреті жоқ болады. Яғни екеуінен де айырылады. Қандай ауыр нәрсе, Негізі Алла тағала сіз бен бізді түрлі дүниенің бар болуымен, жоқ болуымен сынайды. Бұның барлығы біздің рухани әлемімізге қатысы болуы да мүмкін, мүлде қатысы болмауы да мүмкін. Түсінесіз ба? Яғни сіздің намазыңызға қатысы болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Сынақтардың ішіндегі ең ауыры негізі ол бізді иманымызбен сынаған сынақ. Түсінесіз ба? Мысалы, жоғарыдағыдай ғой, мысалы, дүкен ашып арақ сатып жатыр еді, намаз оқығаннан кейін енді иманы сыналып тұр да, сен не істейсің? Ана арағыңды тастап, намазыңды оқисың ба? Жоқ, намазыңды тастап, арағыңды сатасың ба? Таразының екі жағында екі нәрсе тұр да, таңдау тұр. Саған дүние керек па, ақырет керек па? Солай таңдайды ғой адамдар. Бірақ бұл ондай емес қой, бұл ондай таңдау емес. Негізі ол кісінің ойындағы таңдау ол. Өзі сөйтіп таңдап тұрады. Бірақ негізі дүниенің сіздің иманыңызға қатысы болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, мүлде. Бірақ біз оның түбін, Алланың бізге бермекші болған хикметін түсінбейміз ғой, біріншіден. Сол үшін кейде бір адамдар дүниесінен қысылғаннан ақыретін тастап, қайтадан дүниеге кетеді. Мысалы, есімде, біздің бала кезімізде, бозбала кезімізде біз қатары намаз оқыған бірнеше қыздар болды. Намазға келгендігі үшін орамал тақты. Керемет қып орамал тағып, сондай намазын оқып жүрді да. Алла тағала ол кісілерді сынап, сол кісінің қатарлары күйеуге шыға берді. Бұл орамал таққан үшін бешірге бармайды, танысыға бармайды. Сонда ол өзінің ойы ғой, күйеуге тимей қалды. Енді не істейді? Орамалды шешеді да. Ойлайды да, мен орамалды тастасам, күйеуге тиемін. Бірақ сол қыздардың бір-екеуі сол күйеуге тиген жоқ та. Ал күйеуге орамалын тастап тұрып тисе де ажырап келді. Енді не болды? Дүниесінен де ақыретінен де айырылып тұрды. Кейін қайтадан намазға жығылып жатты бір-екеуі. Амал жоқ, басын иіп келіп намазға жығылды. Құдай қабыл қылсын. Ал кейбіреулер сол күйі Алла тағала ол кісіге намазды бермей қойды. Иманмен сынамасын дегенім сол ғой. Болды, баяғыдай, ана бозбала кезінде, бойжеткен кезіндегі ең алғашқы, мысалы 15-16 жастағы бір албырт Құдайға деген сезімдері жоқ та енді ше. Өйткені 20-ның үстіне шығып кетіп, 30-ға барып қалып, кілең пайдакүнем өмірді үйреніп қалды ғой. Мен берсем бер, бермесең берме деген өмірді үйреніп қалғаннан кейін намазды да сөйтіп оқиды да. Мен намаз оқысам бересің, намаз оқымасам бермейсің дегендей. Мен орамал тақсам маған Құдай беру керек, орамал тақпайын ба, бермеу керек. Яғни басқа ғой өмір.